Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз әдебиеттік оқу пәнінен адамның табиғатқа бейімделуі тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер иллюстрацияны қолданасыңдар, мәтіннің түрін анықтайсыңдар. Ең алдымен мына сұрақтарға жауап берейік. Адамның өмір сүруі үшін не қажет? Қане ойланып көрейік. Жауабымызды сәйкестендіріп көрейік. Адам өмір сүруі үшін оған ең алдымен киім-кешек, тамақ, жылу және баспана қажет екен. Оқушылар, адамға баспана не үшін қажет? Қалай ойлайсыңдар? Баспананың не үшін қажет екенін білу үшін мына мәтінді барлығымыз бірге мұқият тыңдап шығайық. Адам баласы мейлі күн ыстық елдерді, поляр шеңберін, теңіз жағасын немесе биік тауды мекендесін. Оған ең алдымен суық пен ыстықтан, жаңбыр мен жел өтінен бой тасалау үшін баспана қажет. Сол себепті адамдар әрдайым қолда бар нәрседен үй тұрғызып, табиғат ерекшелігіне қарай бейімделіп отырады. Ал енді баспана түрлерімен таныс болайық. Қар мен мұз құрсанып жатқан қиыр солтүстікте эскимостар қар кірпішкен иглу деп аталатын баспана тұрғызып, терезе әйнегінің орнына мұз тұтқан. Иглу жылы болуы үшін итбалықтың майы құйылған табақшаға от қойып, қабырға мен еденге аң терісін тұтып, төсеп тастаған. Ал солтүстік Америкадағы гонкин үндістер негізінен орманды мекендейді. Олар жерге иілгіш сырықтарды қадап, басып буып, оны ағаштың жас бұтағы немесе қабығымен жауып, вигвам деп аталатын баспана тұрғызған. Жапон шаруасы үйіне бамбук, қағаз бен шөкеден тұрғызады. Бұл кедейлікке байланысты емес. Мұндай баспана Жапонияда жиі болып тұратын жер сілкінуіне мейлінше шыдамды келеді. Халқы өте көп құрылыс салу үшін ұлтарақта жер жетіспейтін оңтүстік шығыс Азияда адамдар чонка деп аталатын қайықтарда тұра береді. Бүкіл отбасы сонда тіршілік етеді. Тіпті шалға теңізге балық аулауға да үй іші бала шағасымен түгел барады. Келесі баспана бәрімізге таныс киіз үй. Киіз үй көшпенділердің көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Оны тез шығып, шапшаң тігуге болады. Қазақтар, қырғыздар мен моңғолдар ерте заманнан қой жүнінен басылған киізбен жапқан киіз үйде тұрады. Киіз үйдің сүйегі ағаштан жасалады. Бұл үй жер сілкінгенге де қауіпсіз, оңайлықпен бұзылмайды. Қазақтың киіз үйі күннің аптабынан, аңызақтан, бораннан қорғайды. Оқушылар, мәтінді мұқият оқып болса, мына сұраққа жауап берейік. Оқыған мәтіннің түрін анықтау қажетпіз. Ол әңгімелеу мәтіні ме, сипаттау немесе пайымдау мәтіні ме? Түрін қанекей бірге анықтап көрейік. Жауабымызды тексерейік. Оқыған мәтіннің түрі сипаттау, себебі мәтінге баспаналардың түрлері толығымен сипатталып, қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі тапсырма, баспана атауларын суреттермен сәйкестендіру қажет. Суреттермен жазылған баспана атауларына назар аударып, дұрыс жауабын тап. Жауабымызды тексерейік. Бірінші иглу, вигвам, жапон үйі, джонка және киіз үй. Барлығымыз дұрыс жауап бердік деген ойдамын. Оқушылар, қазір біз қазақтың ежелден бері келе жатқан баспанасы киіз үй туралы видеороликті тамашалап алайық. Қазақтың киіз үйі. Киіз үй үш бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, бас құрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге,
Киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқыр жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің екі есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері: маңдайша, екі босаға, табалдырық, екі жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақалақ деп атайды. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Оқушылар, видеороликті толық мұқият тамашалап алса, бізге берілетін тапсырма киіз үй мен заман ауыл үйді салыстыру қажетпіз. Қане бірге ойланайық. Дұрыс жауабын тексерейік. Заманауи үй барлық техникамен жабдықталған, бөлме саны көп, барлық жағдай жасалған. Киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы, іші 4 бөлімге бөлінеді. Кер жууға, шапшаң тігуге болады. Оқушылар, бүгінгі сабақта сендер иллюстрацияны қолдандыңдар, мәтіннің түрін анықтадыңдар.